Следом на весы приглашается его оппонент, боец из Казахстана. Поприветствуйте, Полат Мурсалиев! Достар, спорттық эмоциялардың басты демеушісі OneXBet букмекерлік компаниясында ең жоғары коэффициенттермен ірі ұтыстар бар екенін еске саламын. Өз сүйікті командаңызды қолдаңыз. Пікірдегі сілтеме арқылы өтіп, аралас бір промокодын пайдаланып, тіркеліңіз және алғашқы депозитке 390 мың теңгеге дейін бонус алыңыз. Сүйікті командаңызды таңдаңыз және басты спорттық оқиғаларда OneXBet букмекерлік компаниясымен бірге қадағалаңыз. Бойцы! Мы ожидаем от вас зрелищного поединка завтра в клетке. Желаем вам удачи! В синем углу клетки бойцу 26 лет. Его рост 2 метра. Его рекорд 2 победы, 2 поражения. Вес 107,5 килограмма. Стиль борьба из Таджикистана. Бунет Акулов! В красном углу клетки его соперник, бойцу 20 лет. Его рост 185 сантиметров. В его активе 3 победы, 2 поражения. Вес 114 килограмм. Стиль ММА из Казахстана. Поприветствуйте, Полат Мурсалиев! Рефери в клетке Бауржан Жуманов. Бойцы на середину. Поприветствовали. Правила знаем, не нарушаем. Слушаем мою команду внимательно. После команды стоп прекращаем все действия. По углам, удачи. Аса ауыр салмақ өкілдері андеркартты жабатын болады. Бойы 2 метр. Бунет Акулов лигада өзін көрсетіп үлгерген Полат Мурсалиевке қарсы. Бұл жекпе-жектердің басым бөлігі негізінен бұрын Сколько выше просто бунует клетки. бір 3 бас жоғары шығар, е? Октагоннан есесіне жақсы көрініп тұрады. Даже выше стоящего нашего Мамигрова. Енді мынадай қол аяқ бой ұзындығын әрине қолданады қазір, е? Акулов. Ортаға кел дейді. Ал көрейік. Бірден бас салды. В своем стиле Полат Мурсалиев. Күресіп көреді. Біраз жүдеп қапты өзі, е? Тамаша. Вот прошел не зря для Мурсалиева. Жақсы қысын көрсетіп жатыр. Тамаша. В первых минутах первого раунда от Мурсалиева. Енді дәл осылай алғашқы минуттарда бірден қысын көрсететін спортшы мойындалды ма? Мойындалды. Для того, чтобы уйти. Гильотина нет, соскользнула рука. Ал енді... Спиттайтыңыздар. Полат, и снова. Тындырмайды. Оказался в этой идее. Закрывает спину, работает. Жағдай қиын. Бунует Акулов, терпит. Тиюатыр. Бас тастан. Мурсалиев. Полат Мурсалиев. Тағы да шынта. Отбивается снизу, ну. Қалай ғана төтеп беріп жатыр бұның бәріне. Бунет. В предыдущих поединках мы видели проблемы Булата с кардио, по крайней мере сейчас. Шынта. Не намека на это. Енді бір жарым минут қана асықпайды. Раньше поединки ему не заходили дальше. Бір жарым минуттан кейін де функционалдық даярлыққа сұрақтар пайда болып жатты. Ал бұл жерде Акулов керісінше өзі қысымға төтеп бере алмай болдырып қалған сияқты, шаршап қалған сияқты. Қараңыз. Қарсыласты көрсетуге бір мұршасы қалмады. Шынтақ. Қатарынан 2 соққы Шынтақтың берді қазір. Рефери қазір ескертіп отыр. Қорғану керек. Жуманов находится рядом. Одностороннее избиение. Тоқтатуға да болады. Жақын тұр қазір. Акулов.
Сенси Бекман атакует. Алмады Бекман. Қажеті жоқ деп есептейді. Мұрсалиев қысым көрсетуді жалғастырып отыр. Я, кәдімгі мне енді бір толысқандай болып көрінеді. Мұрсалиев енді жетілгендей. Бұрын сәл шикілеу еді. Мына жекпе-жекте шыны керек Мұрсалиевті қамдай отыр. Остановлен. Техникалық нокаут. Одерживает 4-ю победу в Лиге Октагон. Ал, жаңарған Полат Мұрсалиевті көріп отырмыз. Да, Булат Мурсалиев, версия 2.0. Не зря он провел этот год. Видно сразу, что улучшил свои навыки. Как минимум добивание уж точно. За это время уже в лиге появились чемпионы в тяжелом весе. Временные чемпионы в тяжелом весе. И Булат сейчас, на мой взгляд, один из претендентов, как минимум уж точно, в моих глазах. Впечатляющее выступление. Ну а мы давайте дождемся официального объявления победителя этого поединка. Этим поединком у нас закрывает серия прелимы. Дальше только у нас лишь мейн-карт. А в мейн-карте у нас, ох, какие поединки ожидают. Все внимание на экран. Дамы и господа, давайте поблагодарим спортсменов за этот зрелищный поединок. На 2-й минуте 38-й секунде первого раунда техническим нокаутом победу одержал Полат Мурсалиев!